Сіз тасбақаларды өте баяу, зиянсыз әрі балалар ойнайтын сүйкімді жануар деп ойлайсыз ба? Онда бұл түсінігіңізді дәл қазір күл-талқан етуге рұқсат етіңіз. Өйткені жабайы табиғатта сауытының астында нағыз өлім қаруын жасырған, сыртқы келбеті динозаврлардан аумайтын нағыз су асты киллер өмір сүреді. Оның жақ сүйегінің қысымы сондай күшті, абайсызда суға сұғынған адамның саусағын да бірақ тістеп үзіп түседі. Ол қолтырауындармен шайқасып, жабайы құстарды су түбіне тірідей тартып кетеді. Армысыздар, жабайы табиғаттың ең қатал, ең жасырын құпияларын қорықпай ашатын жануарлар шындығы арнасының адал көрермендері. Егер сіз интернеттегі бірсарынды ақпараттардан шаршасаңыз, әрі еш жерде айтылмаған шынайы деректерді бірінші болып білгіңіз келсе, қазір экран астындағы подписаться батырмасын басып қойыңыз. Нақты әрі ең сорақы шындық тек біздің арнада айтылады. Дайын болсаңыздар, лайк басып экранға жақындаңыздар. Сүйкімді сауыттың астындағы киллер грифонды тасбақамен таныс болыңыздар. Бастаймыз. Грифонды тасбақа негізінен солтүстік Американың, соның ішінде ақш-тың оңтүстік шығыс аймақтарындағы Миссисипи өзенінің бассейнінде, терең батпақтар мен ағысы баяу лайлы өзендердің түбінде мекендейді. Олар судан шыққанды мүлдем жек көреді. Тек аналықтары ғана уылдырық салу үшін құрлыққа шықпаса, еркектері бүкіл өмірін су астында қараңғы тұңғиықта өткізеді. Олардың сауытының үстінде балдырлар мен мүк өсіп кететіні сонша, су түбінде жатқанда оларды үлкен тастан ажырату мүмкін емес. Бұл мақұлықтың сыртқы келбеті кәдімгі айдаһарға немесе аллигаторға ұқсайды. Оның арқа сауытында үш қатарлы өткір, биік қырлы қылқандар бар. Бұл оны кәдімгі тасбақа емес, ежелгі динозаврына ұқсатады. Бұл тұщы судағы ең үлкен тасбақа. Олардың салмағы орта есеппен 80-100 келіге дейін жетеді. Ал денесінің ұзындығы 1 метрден асады. Адам шошитын жақ қысымы, оның тісі жоқ, бірақ мүйізді тұмсығы кәдімгі құстың тұмсығы сияқты өткір және өте қуатты. Оның бір тістеу қысымы да өте күшті. Бұл дегеніміз адамның сүйегін, үлкен балықтардың қалың қабыршағын және басқа тасбақалардың тас сияқты сауытын кәдімгі картон сияқты қиып тастауға қауқарлы. Енді ең қызықты бөлімге көшейік. Бұл тасбақа өте үлкен әрі ауыр болғандықтан су астында балықтардың соңынан жүгіріп қуа алмайды. Сондықтан табиғат оған теңдессіз аңшылық айла сыйлаған. Грифонды тасбақа су түбінде аузын үлкен қылып ашып, мүлдем қозғалмай жатып алады. Оның қараңғы аузының ішінде ашық қызыл түсті, кәдімгі қозғалып тұрған құртқа ұқсайтын арнайы өсіндісі, яғни тілінің ұшы бар. Судағы балықтар су түбінде қозғалып тұрған қызыл құртты көріп, оны жеу үшін тасбақаның аузына өздері жүзіп кіреді. Балық ауыздың ішіне кірген сәтте тасбақа жағын найзағайдай жылдамдықпен сарт еткізіп жабады. Құрлықта өте баяу көрінгенімен, оның шабуыл жасау жылдамдығы секундтың 100-1 бөлігіндей ғана. Ол талғаусыз жыртқыш. Оның мәзірінде кез келген балық, су жыландары, бақалар, суға жүзуге келген құстар, андаторлар және ең сорақысы өзінен кіші кез келген тасбақа түрлері бар. Ол өзінің туыстарын да аяусыз жұтады. Грифонды тасбақалар 12-15 жасқа келгенде ғана жыныстық жағынан жетіледі. Көктемнің соңында аналық тасбақа өзінің жайлы суасты мекенін тастап, құрлыққа шығуға мәжбүр болады. Ол су жағалауынан 100-200 метр ұзап барып, топырақты қазып, оған 10-нан 50-ге дейінгі үлкен шар тәрізді жұмыртқа салады. Содан кейін оларды көміп, артына қарамастан қайтадан суға кетіп қалады. Балапандарға ешқандай қамқорлық жасалмайды. Жұмыртқалар топырақтың жылуымен
100-140 күн ішінде пісіп жетіледі. Тұқымның аталық немесе аналық болып шығуы ұядағы температураға байланысты. Егер күн қатты ыстық болса, аналықтар, ал салқын болса, тек еркек тасбақалар дүниеге келеді. Міне қызық. Тұқымнан шыққан кішкентай тасбақалар суға жеткенше оларды құстар немесе еноттар аяусыз аулайды. Бұл жануарлар нағыз пессимист, тұйық әрі жалғыздықты жаны сүйетін мақұлықтар. Олар ешқашан топпен жиналмайды. Егер екі үлкен еркек тасбақа бір шұңқырда кездесіп қалса, олардың арасында аумақ пен тамақ үшін нағыз қанды шайқас басталады. Олар бір-бірінің аяқтарын немесе құйрықтарын жұлып алуы мүмкін. Ал олардың өмір сүру ұзақтығы адамды таң қалдырады. Жабайы табиғатта олар орта есеппен 80-100 жыл өмір сүрсе, арнайы бақылау орындарында 150 жылға дейін өмір сүрген рекордты тіркелген. Міне достар, сыртынан қарағанда тас сияқты зиянсыз көрінетін, бірақ іс жүзінде тілімен балық аулап, жағымен адам саусағын үзіп түсетін грифонды тасбақа туралы ащы шындық осындай. Сіз бұрын тасбақалардың осындай қауіпті жыртқыш түрлері болатынын білдіңіз бе? Пікірге жаза кетіңіздер. Егер бұл видео сізге жаңа әсер сыйласа, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі шығарылымда кездескенше су астында құбыжықтардан сақ болыңыздар.